Баршаңызға сәлем. Достар, мен бүгін сіздерге балықтың иісін қалай кетіру керектігі туралы бір пайдалы кеңестермен бөлісе кетпекпін. Балықты пісіргеннен кейін қазан немесе табаға оның иісі сіңіп қалатыны рас. Иіс кетіргіш түрлі химиялық тазалағыштар бар. Сонымен қатар лимонмен ысқыласа кетіп қалатынын барлығымыз білеміз. Алайда дәл сол уақытта не тазалағыш, не лимон болмай қалса, үнемі үйіңізден табылатын нәрсемен де тазалауға болады. Ол үшін балық дайындалған ыдысты қыздырып, шайдың самасын сеуіп қойсаңыз, ешқандай да иіс қалмайды. Ал сіздер балықтың иісін қалай кетіресіздер? Менің пайдалы кеңесім ұнаса, YouTube каналыма жазылып қойыңыздар.